Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ыстық шаймен өте күшті үйлесетін дәл осындай творожный печеньені пісіру жолымен бөлісетін боламын. Рецепті жоғалтылмас үшін алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен айранымыздың үстіне бір дана жұмыртқамызды қосып, үстіне шекерімізді салып, екеуін жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстінен ерітілген сары майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы бір келкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын араластырып дайындап алғаннан кейін алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоятын боламыз достар. Дәл осылай сары майымызды құйып болғаннан кейін оның үстінен жақсылап араластырып, міне барлығы бір келкі масса болғанша араластырып алдым. Енді оның үстінен електен өткізілген ұнымыздың үстінен разрыхителімізді салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет песочный печенье болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осылай електен өткізілген ұнымыз бен разрыхитель қосылған қоспаны осылай жаңағы сұйық массаның үстінен сала отырып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боласыздар. Жақсылап араластырып, біраз кішкене араластырғаннан кейін, одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр етіп елеп дайындап алатын боламыз. Қамырды дәл осылай елеп дайындап, жұмсақ қамыр етіп дайындап аласыздар. Алдын ала дайындап алған пакетімізге қамырымызды салып, холодильникке бір сағаттай көлемде қойып қоямыз. Оған дейін арасына салатын начинкасын дайындаймыз. Творогымыздың үстінен қаймағымызды, бір дана жұмыртқамызды, шекерімізді және ванилинімізді қосып, және сахарный пудрамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша блендермен не болмаса осылай қасықтың көмегімен езгілеп масса дайындап аласыздар. Барлығын бір келкі масса етіп дайындап аламыз. Бізде дәл осындай масса дайын болып шығады. Енді осы салманы дайындап алған қамырымызды алып, пакеттен алып, дәл видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Дәл видеодағыдай жайып, төрт бұрышты формада жайыңыздар мейлінше. Дәл осылай жайып алғаннан кейін жаңағы салмамызды салып, оны жақсылап қасықпен дәл осылай барлық жеріне бірдей етіп жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып дайындап алғаннан кейін дәл рулет ораған тәрізді етіп, дәл видеодағыдай орап аласыздар. Барлығын орап алып дайындап алғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп өз қалауларыңыз бойынша дөңгелек не болмаса мен сияқты үш бұрышты не болмаса төрт бұрышты формада кесіп аласыздар. Мен барлығын осылай әсемдік үшін үш бұрышты етіп кесіп алдым. Үш бұрышты етіп кесіп алғаннан кейін үстінен жұмыртқамыздың сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньелеріміз пісіп дайын болды. Әсемдік үшін сахарный пудра сеуіп, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.